Павлодарда әдеп жөніндегі кеңестің кезекті отырысы өтті. Облыстың әр ауданнан келген мемлекеттік қызметшілерге әр алуан ескертулер айтылды. Ең бастысы оларды шешудің жолдарын іздестірді. Әдеп жөніндегі кеңестің кезекті отырысында 5 мәселе қаралды. Олардың екеуі алдын алу мәселесі болса, үшеуі тәртіптік іс. Бірі ол Береговой ауылдық округінің әкімі Умаровқа қатысты, және де Бобровка ауылдық округінің әкімі Қоланбаевқа қатысты. Сонымен қатар Шербақты ауданы нақты сектор меңгерушісі Гумаровқа қатысты тәртіптік істер қаралды. Әдеп жөніндегі кеңестің шешімімен аталған мемлекеттік қызметшілерге тәртіптік қызметке толық сәйкес еместігі туралы тәртіптік жаза қабылдау бойынша ұсыныс енгізілді. Отырыс барысында Тереңкөл ауданының әкімі Азамат Маңғұтов ауданда атқарылып жатқан алдын алу шаралары туралы баян етті. Мемлекеттік қызметкерлердің әдеп жөніндегі ережелері мен қағидалары қалай түсіндіріліп жатқандығы айтылды. Өткен жылы болған кемшіліктерді жою бойынша бүгінгі күні қандай жұмыстар атқарылды, алдағы жоспарымыз қандай, жалпы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес бойынша әдеп кодексін орындау бойынша барлық мемлекеттік қызметтермен жұмыс атқарылды. Бүгінгі күні енді сұрақтар бар, кемшіліктер де бар, жоқ емес. Онымен тек алдағы уақытта жұмыс істейміз. Тереңкөл ауданында 2021 жылы 37 тәртіптік жаза қолданылған. Оның 34-і ескерту, 2-і сөгіс, 1-і қызметке толық сәйкес еместігі туралы ескерту. 6 жыл басынан бері 14 тәртіптік жаза қолданылған. Жанасыл Серікбол, Артур Поляков, Алексей Мехедов, Ертіс ақпарат.